Акушерлік писарий да менің уақытына жетіп босануыма көмектесе алмады. Не себепті екенін білгіңіз келсе, алдымен каналыма тіркеліп, маған лайк басып қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Естеріңізде болса, мен алдыңғы видеомда шейканың қысқа болуына байланысты маған акушерский писарий доктор Арабина дегенді салды деп айтқан болатынмын, иә. Қанша аптада салды, қанша миллиметр болды менің шейкам, барлығын білу үшін, естеріңізге түсіру үшін алдыңғы видеоны көріп алсаңыздар болады. Ал мен бұл видеода өзімнің қанша аптада босанғанымды, не себепті маған акушерский писарий көмектесе алмады, гинекологтың маған айтқан ескертулерін толық орындай алдым ба? Сол туралы қазір сіздерге толық ашып айтып беремін. Бізде қазақта жүкті әйелдерге қатысты айтылатын мифтерден бөлек көптеген қатып қалған қағидалар бар. Үнемі айтыла беретін. Соның біреуі жатпа, көп қимылда, балаң өсіп кетеді, балаң үлкейіп кетеді, туа алмай қаласың, көп жүр, үйдің тірлігін істе, пол жу. Я? Барлықтарыңыз осыны қазір естіп жүрген шығарсыздар. Бұның екі жағы бар, қыздар. Жақсы жағы және жаман жағы. Соны ажыратып алу керек. Бұл кімдерге арналған және кімдерге арналмаған тыйымдар, ырымдар ма, білмеймін өзім. Әйтеуір бітпейтін қазақтың ырым-жырымы болмайды деген дүниелері, иә? Жақсы, қараңыздар, акушерский писарий салған адам негізі көп қозғалмағаны жөн екен. Көп қимылдамаған, еңкейіп, тоңқайып, жаңағындай пол жумау керек, қыздар. Барынша писарий салды ма, өздеріңізді күтініңіздерші. Әрине, қыздар, гинекологтардың барлығы бізге бұндай жағдайда көп қозғалыңыз, көп жүріңіз, жатпаңыз, ішіңіз үлкейіп кетеді дейді. Өйткені менің ішім расымен де үлкен болды. Әрине, туға келген кезде қиналасыз, давлениеңіз көтеріледі деген сияқты болды. Алайда адам ең бірінші басқа біреуді емес, өзін тыңдау керек екен, қыздар. Мен ішімнен, жаңағында жүрегіммен өзімді өзім сездім. Өйткені маған писарий салғаннан кейінгі менің жағдайым, жаңағындай писарий ол бәрібір салғаннан кейін дискомфорт болады сіздерде. Ар жақтарыңыз бір нәрсе тіреп тұрған сияқты, бір ауырып тұрған сияқты сезімдер бәрібір болады. Ар жағында бір тіреп тұр. Енді әрине сіздердің жанды жерлеріңізге ол пластмасты апарып қойып қойды, ол оңай зат емес. Яғни ол бәрібір білініп тұрады, иә. Ол дискомфорт бар, және де өз-өзімді сездім, что менде бір нәрсе дұрыс емес. Срок үлкейген сайын менің бала қуғыма тіреліп тұрған сияқты болды. Жүрсем болды, қуғыма тіреліп, ішімнің асты, қуғым ауырып, как будто менде андай бір бала кетіп түсіп қалатын сияқты сезімде жүрдім. Сенесіздер ме? Срок үлкейген сайын ол сезім үлкейе берді. Мен кішкентай жерге жүрсем, бітті. Аяғыммен қосылып, тартылып, ұстап қалатын. Қатты ауырды. Содан кейін маған гинеколог ішіңіз дәу, үлкен, жүре беріңіз, қимылдаңыз, пол жуыңыз десе де мен жүрмей қойдым. Өйткені өз-өзімді білдім, менің срогым әлі 30 аптада жатыр, мен 37 аптадан асуым керек деп өзіме талап қойып, қандай жағдай болмасын, баламды срогына жетіп босануым керек деп жүріп қимылдаған жоқпын. Бірақ соның өзінде 35 аптада босанып қалдым. Өзімді қанша күтіп, көп жүрмей, үйде жатсам да бәрібір ерте босанып қойдым. Осы тұста тағы бір нәрсе айтпаса болмайды. Әрине, әркімнің жүктілігі әртүрлі өтеді, қыздар. Біреу срогына жетеді, біреу жетпейді деген сияқты. Сондықтан әркімдікі әртүрлі болуы мүмкін. Тағы бір гинекологтардың ең қадағалап шегелеп, қыздар, болыңдар деп айтатын дүниесі, писарий салғаннан кейін мүлдем жолдасыңызға жақындауға болмайды. Неге оны айтады? Енді қыздар, өздеріңізге де бір жағынан қарасаңыздар, дискомфорт қой. Тіреп тұр ар жағында. Одан сайын оны ары қарай итерсе, ауырады ғой. Және ол нәрсе босап кетеді, қозғалып кетеді деп мысалы гинеколог ескертеді ғой. Қыздар, Құдай үшін сол ескертуге құлақ асыңыздаршы. Мен босанып жатқан кезде 28 апта, 25 апта, 29, 30 апта, 32 аптада босанған қыздар келді. Неге? Олардың көбісі емес, тіпті барлығы қосылып қойған күйеулерімен писарий орнынан қозғалып кеткен, түсіп қалған. Міне,
қаншама залал келді балаға. Ерте туылған балалардың өмірге бейімделуі өте қиын. Ана жерде жаңадан туылған балаларға жаныңыз ашиды. Өтініш, балаларыңызды ойласаңыздар, күйеулеріңізге жақсылап түсіндіріңіздер. Ешқашан писарий салған кезде жақындаспаңыздар. Бұл өте жаңағындай сақ болатын жағдай. Ал енді менің жағдайымды сұрайтын болсаңыздар, менің жолдасым ондай жағдайға келген кезде өте ұқыпты қарайтын, жауапкершілікпен қарайтын адам, мүлде қолының ұшында тигізген жоқ. Балам заман есен дүниеге келсін, жат, демал деп қана жаңағындай бағыт-бағдар беріп, жағдайымды жасап отырды. Әрине қыздар оңай емес, келіндік өмір, жата алмайсың, демала алмайсың, күтіне алмайсың, оның барлығы түсінікті жағдай. Дегенмен сәл болса да ауыр жұмыстардан өзіңізді шеттетіп, аз болса да өзіңізге көңіл бөліңіз, дұрыс тамақтаныңыз, дұрыс көңіл күйіңізді ұстаңыз. Келесі бір айтатын нәрсе, писарийді шешкен кезде ауырады ма деген дүние. Қыздар, ол негізі гинекологтың, жаңағы сіздің писарийіңізді шешетін гинекологтың қолының ептілігіне байланысты. Егер қолы епті болса, тез білінбей алады. Дегенмен бәрібір ол ауырады. Гинекологтан ауырады ма деп сұраған кезіңізде не деп жауап береді? Жоқ, ауырмайды, тез ғана ала саламын деп жауап береді. Тез ала салады, дегенмен бәрібір сіздің жанды жеріңізге қолын салып тұрып, ол нәрсені суырып шығару, ол әрине қай логикамен ойлансаңыз да, бәрібір ауыратыны белгілі нәрсе, Сондықтан да қыздар шыдамдылық қажет ол кезде. Өз-өзіңізді дайындаңыз, тез ғана алынады деп өз-өзіңізді сендіріңіз. Енді мен қалай босандым, неше аптада босандым, сол туралы сіздерге айтып берейін. Мен өзім 35 апта 6 күн деген кезде босандым. Яғни 36 аптаға жақын қалған кезде, бәрібір 36 апта ғой, доношенный болатын шығар дейтін шығарсыздар. Жоқ. Бәрібір 1-2 күн болса да 35 апта деп жазылады, және недоношенный болады. Доношенный ол тек қана 37 аптадан асқаннан кейін екен негізінде. Енді ең қызық сәті, мен қалай босандым, сол туралы айтып берейін. Бұл енді первородкаларға қызығырақ шығар. Жалпы 35 аптадан бастап негізі қыздар біле жүріңіздер, кез келген өзің қалаған босанам деген роддомға барып өтініш жазуға болады екен. Мен дәл сол барамын деп жоспарлап отырған күні босанып қойдым ғой, үлгермей қалдым өзімнің жаңағы қалаған роддомыма баруға. Жалпы 35 аптадан бастап мен баланың киімдерін жөндеп, реттеп, дайындай бастадым. Өйткені мен жүрген сайын адам өзің негізі, сіздің ішкі жүрегіңіз негізі сезеді екен. Адамның сезімдері өзіне ешқашан алдамайды екен. Соған 100% көзім жетті. Мен ерте босанып қалатын сияқтымын деп кәдімгідей менде. Өйткені жүрген сайын бала қуығыма түсіп тұрған сияқты, прям өте жүре алмай ауырып кететін менде. Содан кейін ақырын үйлерімді тазалап, киімдерімді түктеп, салып, сумка роддомға жинай бастадым. Содан кейін сол күн әйтеуір үй жинап, кірлерімді жуып, түктеп қойдым. Түнде сағат 12-ден бастап менде су кете бастады. Мен түсінбедім, бұл қалай. Су қандай бір сип қойған сияқты, бірақ ұстай алмайсыз, солай кетеді екен. Су кете бастады, мен түсінбеймін. Менде писарий әлі тұр, ол алынбаған ғой, бізге 37 аптада бірақ аламыз деп айтқан. Су кете бастады. Сосын мен жоқ, бұл жай шығар деп ойладым да, ұйықтап қалдым. Ал ұйықтаған кезде мен ары аунасам да, бері аунасам да су андай төгіліп кететін сияқты сезімде болып жаттым да, содан кейін сонда да бір ұйықтап тұрдым. Таңғы сағат 5-те ояндым, сар етіп менде су кетті. Шошып кеттім өзім. Содан аз-аздан кете бастады. Не істесем болады? Әлі ерте, басымда сан түрлі ой, қорқам, жолдасымды оятып алғам, су ақырындап кете берді. Бармай-ақ қоям ба деп ойладым. Баланы ойладым, сонан кейін әйтеуір жүріп, негізі бірден скорый шақыру керек екен, оны маған ешкім айтпаған. Әйтеуір солай жүріп скорый шақырдым. Скорый роддомға келді, тексерді, баланы тексерді, содан кейін писарийімді сол жерде шешті. 24 сағат бақылаймыз, содан кейін барып өзіңіздің толғағыңызды күтеміз, толғағыңыз келмесе, онда вызывающиймен босандырамыз деді. Сонымен менің толғағым мүлде келген жоқ.
24 сағат өтті, таңғы 6-дан бастап вызывающий салды. Вызывающий өте сұмдық болады екен, енді білмеймін. Қатты қиналдым, сағат 6-дан бастап салды, түскі сағат 1-де босандым. Қатты разрыв болды. Хотя балам кішкентай, 2-де 800 грамм ғана болып туылды. Соның өзінде қатты разрыв болды, қатты қиналдым. Кейін мүмкін дайындалмаған да шығармын. Білмеймін. Жалпы өзіңнің толғағың келсе өте жақсы қыздар. Сондай екен, өзің толғағың бәрібір кішкене жеңіл болады, одан кейін өзің толғағыңда ол жаймен ашылады. Вызывающиймен салған кезде прям өте қатты жібереді ғой дозасын, ол кезде одан сайын 2 есе қиналады екенсің. Жақсы. Жалпы бала дүниеге келді, 35 апта болды. Ол алғаш туыласаған кезде әрине ол ерте, недоношенный, сондықтан кішкене дыханиясымен проблема болды. Бірінші реанимацияда жатты 1 күн, одан кейін барып бізді ОПН деген блокқа ауыстырды. Баланы біраз қасыма берген жоқ, 3 күндей ма, 4 күндей ма берген жоқ. Бөлек жатты бала, барып қана емізіп, сүтін беріп, солай қарап жүрдім. Қатты жыладым, өзімді кінәладым. Неге деп. Өйткені баланың қиналғанын көру өте қиын сезім екен. Одан кейін недоношенный балаларда қатты жылтухамен, яғни сарылық, қатты жылтухамен проблема болады екен. 3 айға дейін бізге зорға кетті, лампада дәрі де бердік. Балам қатты қиналды. Ой, айта берсең жалпы әңгіме көп. Сондықтан қыздар, өздеріңізді қатты күтіңіздер. Пистолет салғаннан кейін мүлдем жолдастарыңызбен жақындаспаңыздар. Жалпы осылай менде рот болды. Енді босана салып, білмеймін, әйтеуір жалқаулық па, басқа ма, бұл видеоны түсіре алмадым. Қазір қызым 8 айға 3 күнде қалды. 2 күн қалды 8 айға. Аллаға шүкір, барлығы жақсы. Сіздерге де осындай ана бақытын тілеймін, әйел бақытын тілеймін. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Астына комментарийға жазып қойсаңыздар, мен міндетті түрде оқимын және жауап беремін. Қыздар, өтініш, менің каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздерші. Алдын ала рахмет. Айтпақшыдай, пистолет салғаннан кейін сіздерге свеча береді. Свеча міндетті түрде салыңыздар. Ол жаңағындай пистолетқа қосымша көмек болады, қатайтуға көмектеседі, жарай ма? Гинекологты тыңдаңыздар. Ал қыздар, сәттілік тілеймін. Аман есен босаныңыздар.